Ассалаумағалейкум. Бүгін Телеграмда арабтар осы араб тілдес халықтар не істеп жүр, соны көреміз. Қарасаңыз, Телеграмда Шымкент сауда деген группа бар. Қарасаңыз, бүкіл араб тілі ма шығып, араб тілдес ұлттар, бұл қандай тіл екенін білмейміз. Өте ұятсыз жарнамалар жолдап жүр қазақ группаларға. Және басқадай бизнестерді жасап жүр. Қарасаңыз, бұлармен сөйлесуге келмейді. Бұның барлығын боттардың көмегімен жолдап жүр. Әртүрлі группада бар. Мына группада тағы бір жаңағы бот емес, мынау екі түрлі бот міне. Мұнда Телеграмда қазақтар группа ашып тастап жайына кеткен. Яғни бұлар тазартуға болады. Бұлар менің группаларыма да кіріп, осындай боттардың көмегімен әртүрлі арабша рекламаларды жолдап жүр. Енді біраз реттеліп қапты. Бұрынғысы бұдан да жаман болатын. Бұдан да жаман бір ұятсыз рекламалар салатын енді. Араб ұлты білесіздер, мұсылман халықтың ішінде де ол нөмірі бірінші мұсылман деп айтуға болады. Бұлардың бұл қылығы енді өте таңғаларлық жағдай. Мен арабтардан бұндайды күтпеп едім. Бұндай болады деп ойламағам. Арабтарға қарағанда біздің қазақтар біраз дұрыс екен деп ойладым. Бұндай реклама тарқатудан кез келген қазақ ұялады ғой. Жалпы бұдан тағы бір үлгі аларлық жеріміз бар. Қарап отырсаңыз, бұл өзге ұлт Қазақстанның нарығына шығып кеткен тіпті. Біздегі арабша білетін адамдар көп шығар. Құранды жақсы білетін кісілер арабша біледі деп ойлаймын. Бұл кәдімгі шетелдің нарығына шығу. Ал біз қазақ болса, шетелдің нарығы екен, өз нарығымызға шыға алмай жүрміз ғой, өзіміздің айналамызда. Өзіміздің екі мүлкін тіктей алмай жүрміз. Бұл арабтарың әртүрлі қулық сұмдыққа басып, шетелдің қаржысын тонап жатыр деген сөз бар. Жалпы Телеграмнан бұрын-соң топ құрған болсаңыз, Телеграмды ашып, группаларыңызды тазалаңыздар. Олардың барлығын тазартуға болады бір кнопкамен. Мынау енді намысқа тиетін жағдай. Ешкім түсініп атқан жоқ. Барлық қазақ группаларға кірсең, қазақ топтарға кірсең, бәрінде арабша реклама жүр. Осыны мен айтпасам, ешкім айтпайды ғой деймін. Телеграмға сәл қарамаңыздар. Бұл бизнеске арналған әлеуметтік желі деп айта аламын мен. Өйткені мұнда бір группада 100 мың адам отыруға болады. Мына жерде бір Өзбекстандық қазақтардың группасы бар, мен қазір көрсетейін. Ода әжептәуір көп адам отыр. Мені шығарып тастамаған болса. Менде көп жарнама жолдаймын, сондықтан мен шығарып тастаған болуым мүмкін. Бір группада 7 мың ба 8 мың адам отырған, ең көп сол болатын менде. Қазір байқап көрейік. Өкінішке орай, мен шығарып тастаған сайт. Мына жерде бір 700 адамды группа отыр. Бұлар жұмыс жасап жатыр екен, негізі. Арабтың рекламалар болған бұл группада, бірақ тазартыпты. Менің өз группам таза ма екен, бір байқап көрейік.
Бұл Телеграмда көптеген канал ашуға болады, өзіңіз жақсы жүргізе алсаңыз. Және Телеграмның ең үлкен артықшылығы бұл телефоныңыздан память алмайды. Қарап отырсыз, қаншама смстер, қаншама группалар тұр менде. Барлығы Телеграмның өзінің бұлттық серверінен орын алады. Телеграмды қазақшалап жасағанмын, оны айтып кеткенмін сіздерге. Осы өзіміздің каналдан, Талғам Сізде каналынан көре аласыз, қазақ тілінде пайдалануға болады. Мына жерде деректер және сақтау дегенді басасыз, посттық пайдалану дегенді басасыз. 14 MB көлемінде посттық иелеп тұр. Оны өз жерден басып тазарта салуға болады. Мыналар тазарта салуға болады. Бірақ Телеграм ешқашан телефоныңызды қатырып тастайтын, WhatsApp сияқты жұмыс жасамайды. Өйткені мұндағы смстердің бәрі өзінің серверлерінде сақталады. Мысалға 250-2 мыңнан кеп тұрған смстер бар. Біразын тазартып тастаған мен. Енді 10 шақты мың, 7-8 мың адам отырған группалар өкінішке орай жоғалып кетті. Мен жарнаманы көп жолдағандықтан мені шығарып тастаған болар. Мынау мысалға менің группам. Мынада маған ұнамаған орыс тіліндегі жарнамаларды жоқ қылуға болады. Орысша жарнаманы мен түсінбеймін. Түсінбейтін қазақтар көп шығар. Сол үшін орысша жарнамаларды көргіңіз келмейді. Төбесін бір басасыз, жою деген талдаймыз. Барлық мүшелер үшін жою деген талдаймыз. Қарап отырсаңыздар, көбісі қазақша жарнама. Бұл деген қазақ тілін, қазақ тілді аудиторияны, қазақ мемлекетін құрметтеу. Сіздер орысша жазсаңыздар, енді Ресейдің нарығына шықсаңыздар болады. Орысша реклама жасайтын кісілерге айтарым, сіздердің рекламаны қазақ тілді аудитория көбінесе түсіне бермейді. 50%, 30% түсіну мүмкін. Көптеген қазақтарымыз қазақ тілінде өсіп жетіліп келеді. Қазақ тілді аудитория өте көбейіп келе жатыр. Сондықтан қазақ тілін ескеріңіздер. Ескермесеңіздер, зиян шегетін біз емес, өздеріңіз. Қазақ тілді клиенттер сіздермен жұмыс жасамайтын болады. Кім бұдар орыс бекен, орысша жіберді. Олмаса орыс тіліне соншалық құлдығы басым адамдар, қазақ болып тұрып орысша реклама жазатындар. Сау болыңыздар, сіздермен болған Талғам Сізде каналы. Әрдайым Талғам Сізде, талғамыңыз биік болсын.